İslam. İlk birinci Almanca kadar memlekette Amerika'da pilot kolejinin üçüncü kurs bölümü alıştığı sefer Nilay olan insana bu kosumca sabah ötküzeyemez. Жарайды. Сендер үшінші сыныптың оқушылары бойынша сөз таптары тақырыбын өткізгенге болсам. Я. Ендеше біз қосымша сабағымызды бастамас бұрын қай сөз табын жоғын талғау бөліміне экрандағы суретке назар аударыңыздар. Яғни бұл жерде қай сөз табы жоқ? Саған көрініп тұр ма, Ислам? Я. Қай сөз табы жоқ? Тауып көрші. Бұл жерде етістік сөз табы жоқ. Жарайсың, дұрыс айтасың. Бұл жерде етістік сөз табы жоқ, иә? Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы етістік. Яғни сендердің оқу бағдарламасы бойынша кітаптарының 13-ші беттегі 29-ші сабақты бүгін біз өткіземіз. Жарайды. Дәптеріңді ашып, бүгінгі күнделікті жазып қоя ғой. Болдым. Жарайсың. Енді біз етістік дегеніміз не? Ислам білесің бе? Я. Айта қойшы. Етістік қимыл іс-әрекетті білдіреді. Дұрыс айтасың. Олардың сұрақтары қандай? Не істеді, қайтты, не қылды? Жарайсың, өте дұрыс. Ал етістіктің қанша метрі болады екен? 4. Жарайсың. Оның ішінде болымды және болымсыз етістікті алшы. Қазір болып жатқан нәрсені ол болымды дейді. Болып жатқан жоқты болымсыз дейді. Яғни болымсыз етістік ба, бе, шұнақтар жалғау арқылы жасалады, иә? Есіңде сақта. Я. Жарайсың. Ендеше кітабымыз 13-ші беттегі 44-ші жаттығуға назар аудар. Қарадым. Яғни бұл жерде мәтінді оқы және ат қой. Менің оқиятымда жазғы демалыста Арман мен Нұрлан атасы мен әжесінің ауылына қыдырып барды. Бір уақыт аталарына көмектесті. Бау-бақшаны арам шөптерден таратып, ретке келтірді. Бірде Арман Нұрланды шақырды. Ағаш түбінде шиқылдап жатқан сары уыз балапанды көрді. Бұл ағаш басындағы ұядан құлап түскен торғайдың балапаны екен. Өзі кіп-кішкентай, жүні жоқ, қызыл шақа балапан шиқылдай береді. Арман сатыға шығып балапанды ұясына қайта салды. Атасы немерелерінің бұл әрекетін құптады. Ислам, енді сен бұл мәтінге қандай ат қояр едің? Бұл мәтіннің бірінші бөлігіне жазғы демалыста деген ат қояр едім. Ал екіншісіне торғайдың балапаны деген қояр едім. Жарайсың. Ал үшіншісіне қамқорлық деген қояр едім. Жарайсың. Енді сұрақтарға мен берейін. Мәтін неге 3 бөлікке бөлінген деп ойлайсың? Бұл мәтінде 3 бөлік, өйткені бұл мәтінде 3 бөлікте 3 түрлі ой айтылған. Жарайсың. Ендеше әр бөліктің тақырыбын анықтап оларға ат қойып. Біз ат қойып шықтық, иә? Я. Енді балапанды сипаттау мәтіннің қай бөлігінде берілген? Тауып көрші. Бұл екінші бөлігінде берілген. Жарайсың. Сұрақтардың жауабын дәптеріне жазып қой. Жарай ма? Жарайды.
кіші арқандаdır. Бұл туынды етістік. Не себепті деп ойлайсың? Өйткені оның түбірі арқан, соңғы жақтары жұрнақ пен жалғау. Жарайсың. Ал келесі сөзші? Мақтанба. Бұл болымсыз. Жарайсың. Ал енді маған бұл жерде болымды етістік тауып берші. Отыр. Жарайсың. Келесі 46-шы жаттығуға назар аудар. Бұл жерде берілген сөздерді тиісті жұрнақта жалғап, туынды есім жаса. Қанеке, туынды есім жасап көрші. Бірінші жазғыш, көргіш, білгіш, айтқыш. Ал екіншісінде балдай, дәулетті, өнерлі. Яғни біз бұл жерде мысал қандай есім құрады? Жұрнақтау жалғау арқылы? Туынды. Жарайсың. 47-ші суретке қара. Оның тақырыбын анықта. Яғни бұл жерде не көріп тұрсың? Бейнелеп берші суретте. Бұл жақта бүкіл отбасы тауға барды. Және олар таудың үстіне кетіп бара жатыр. Жарайсың. Енді суреттің тапсырманың астындағы сұрақтарға назар аудар. Яғни сұрақтарды оқышы және жауап бер. Суретте не бейнеленген? Суретте отбасы демалып тауға бара жатқаны бейнеленген. Жарайсың. Сурет бойынша әңгіме құрған әңгімеңді айтуға дайындау және оны жаз. Яғни бұл жерде қандай әңгіме құрар едің? Мен отбасымен демалыс деген әңгіме құрар едім. Жарайсың, Ислам. Бүгінгі сабақты жақсы түсіндің деп ойлаймын, Иә. Ендеше сау бол, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз. Рахмет. Қайырлы күн баршаңызға. Волонтерлық сабақты ұйымдастырып отырған нөмір 1 Алматы Қазақ мемлекеттік педагогтық колледжінің ұжымына, сондай-ақ 3 курс 32 Б тобының білім алушысы Исабаева Альмираға біз өз отбасымыздың атынан алғысымызды білдіреміз. 32 Б тобының білім алушысы Исабаева Альмира менің ұлым Бақытжанұлы Денисламға күнделікті қазақ тілі пәнінен қосымша сабақ жүргізіп, менің ұлымның білімін жетілдіру үстінде. Сіздерге, ардақты ұстаздар, үлкен алғысымызды білдіреміз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Рахмет.